Армысыздар достар, бүгін сіздермен өте дәмді ауызда еритін слива мен бәліш жасайтын боламыз. Видео басталмас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Бізге керек ингредиенттерді видеоға жазып қалдырдым. Ал енді бастайтын боламыз. 2 жұмыртқамызды таза ыдысымызға салып, оған 1 чайный ложка ванилин қосамыз. Жақсылап араластыратын боламыз. Араластырып алып, енді таза ыдысымызға ұнымызды салып, оған қопсытқышымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Енді оған үстіне 1 шымшым тұзымызды саламыз. Және шекерімізді салып араластырамыз. Енді оның үстіне сары майымызды үккіштен өткізетін боламыз. Жақсылап араластырып, қолымызбен үгітіп аламыз. Енді оған жұмыртқамызды құятын боламыз. Жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырамыз. Жұмсақ етіп, әдемі қылып, қамырымызды илеп аламыз. Енді қамырымызды бірін үлкен бөлікке, бірін кіші бөлікке бөліп аламыз да, үлкен бөлігін тоңазытқышқа салып, кіші бөлігін морозильникке жарты сағатқа қойып қоятын боламыз. Енді біздің қамырымыз дайын болғанша сливамызды дайындап алатын боламыз. Біз қысқа дайындаған сливаларымызды морозильниктен алып дайындайтын боламыз. Негізінде қыста сливамен жасаған өте дәмді көрінеді. Барлық сливамызды шығарып аламыз. Енді оларды бөліп алатын боламыз. Жақсылап. Сливамыздың бәрін бөліп аламыз. Мен 1 киладай слива дайындап жатырмын. Бұл слива мен бәлішіміз өте дәмді болады. Бәрін мұқият әдемі етіп бөліп алдым. Енді оның үстіне шекер салатын боламын. Шекерімізді жақсылап араластырып, оның бетіне 1 шай қасық корица қосып жібереміз. Слива мен корица қосылған кезде өте дәмді болып, бәлішіміз дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді шығады. Енді жесеңіз аузыңызда ериді. Өзім сливаны қатты жақсы көремін. Енді ыдысымызды, формамызды сары май жағып дайындап аламыз. Енді қамырымызды
оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Формамызға салатын боламыз. Шет-шеттерінде сәл-сәл көтеріп, әдемілеп орналастырамыз. Оның үстіне сливамызды бір тегіс етіп әдемілеп салып шығамыз. Енді оған мен үйдегі груша мен вареньямды да қосып жердім. Ортасына салып жердім. Өте дәмді шығады. Керемет етіп, бәрін бір тегіс етіп жайып шығамыз. Енді морозильниктегі қамырымызды алып, күшпен бетіне үгіп жауып шығатын боламыз. Енді пирогымызды 180 градусқа 30 минутқа пісіріп алатын боламыз. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Жақсылап суытып алатын боламыз. Иісі деген аңқып, өте дәмді шықты. Керемет. Өте дәмді, енді жұмсақ. Өте керемет шықты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.